Осындай сумкамен антисептик, полотенце, маска генеральный консулдан алдым бүгін. Өткенде көмектестің деп бізге де беріп жатыр. Қазгуға апарып береміз. Өздері айтын. Әр сумкада 20 маскадан, антисептиктен, жаңағы полотенцелер. Құрметті достар, өткенде ақпан айында Қытай мемлекетінде Ухан қаласында жаман індеттің ауруы басталған болған. Сол індетті мен көргеннен кейін қолымнан келгенше маскамды Қазақстан шоколадын беріп жіберген болатын. Менің өткенде көмегімді елеп, бізде саған өзіміздің көмегімізді берейік деп, Алматыдағы Қытай консулы маған осы заттарды берді. Сумканың ішінде енді мынандай бір сумканың ішінде осындай екі антисептик болады екен. 10 не болады? Полотенце, влажный полотенце екен. И мынандай бір сумканың ішінде 20 маскадан. Енді бұны маған бергеннен кейін, бұл енді маған керек емес, бұл енді мұқтаж болып жатқан, өзімнің елімнің шағын болса да бір мұқтаж болып жатқан адамдарға берсем бе деймін. Соны мен енді өзім Қазақ ұлттық университетінде оқығаннан кейін, осы жерде жұмыс істегеннен кейін, осы Қазақ университетіне алып келдім. Енді Алматыдағы Қытай консулдықтарына сөйлесіп жатқан адамдардың бәріне алғысым шексіз, рахмет, Алла разы болсын. Енді осыны ертең қай жерге апаратын ақылдасып, сол жерге апарып береміз. Вот маска оденьте, маска. А то вирус будет. Маска одевайте, маска. Нет, обязательно маска оденьте. Нельзя. Мы бүгін әжемізге де көмектесіп қолымыздан келіп жатыр. Маска надо одевать всегда. Вот, правильно. Вот маска. Мүмкін бе бүгін адам жоқ, әжемізге күн көрісті қиын ғой. Осыны қолымыздан келгенде барып бердім. Маскамызды, қолымыздан бар маскамызды таратып жүрміз. Всегда маска. Чеснок кушайте, лук кушайте. Имейте, чтобы было хорошее. Вам здоровья. Счастливого. Долго не сидите, не общайтесь. Ага, все. Спасибо.